Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге тосап қосылған песочный пирог дайындайтын боламыз. Бізге керекті ұн, ұнымыздың үстіне сармай қосамыз. Екеуін жақсылап қолымызбен езіп аламыз. Үстіне бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Онда жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызда бір жұмыртқа, бір шай кесе қант, екеуін жақсылап араластырып аламыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Онда жақсылап араластырамыз. Оны дайын қамырымыздың үстіне құямыз. Жақсылап қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыздың кішкентай бөлігін алып, оған тағы ұн қосамыз. Тавамызға пергамент қағазын төсеп, шетіне май жағып шығамыз. Енді қамырымызды қолмен ішіне жаямыз. Осылай барлығын тегістеп жайып алып, үстіне тосабымызды саламыз. Енді кішкентай бөлік қамырымызды жайып, осылай әдемілеп кесіп аламыз. Осымен торттың бетін әрлейміз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. «180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Тортымыз дайын болды. Достар, өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Достар, толық рецепті төменде қалдырып кетемін. Баршаңызға көп рахмет.